қатты сөздер айтады. Мен сол бұрынғы бір ғұлама адамдармен 50 жыл араласып жүрмін дейді. Сахибту наса 50 сана. Фалам аджид ахадан сатара ли аура. 50 жыл адамдармен араласам, көпшілікпен айтып жатыр. Бәрінің күйеу жоғау емес, көпшілік ішінде пендешілік жасайтындарды айтып жатқан. Бұл жерде мақсат бұл араласқан кезде деген көп бәрімен араласа берме деген сөзге өтке зиян тигізесің. Араласқанда тек қана пайдасы бар саған, дінде, ақиретте деген пайдасы бар, сонда адаммен аралас деген сөз. Егер бәрімен араласа, шетінен бәрімен аралассаң, саған осындай зияндар тиеді деген сөз. Соны айтады, 50 жыл араластым, сонда біреуді менің әуретімді жапқанды кездеспедім. Бір нәрсе менде көрсе кемшілік бұны ашып жібереді дейді. Бәрі басқасында бәрі жайып жібереді дейді. Сол менің кешірім бәрі жай салады көрген адам дейді, сол араласқан адам. Уала васалани ида қатағтуым. Және дейді біреумен дейді мен бір не істеп ренжісіп, бір нәрсе оны тастап кетсем, онымен араласпай кетсем, өзі ешқашан бірінші менімен араласпай кетпейді дейді, араласпайды дейді. Сондай пендешілік жасайды. Қатып қалып болды деген сияқты, өзіңді дұрыс деп санайды, өзі дейді араласпайды дейді. Мен онымен дейді араласпасам, өзі араласпайды дейді. Уала аминтуху иза ғадиб. Мынау енді келесі одан да қатты қорқынышты нәрсе дейді. Және ол ашуланса, өзінде аман ешқашан сезбедім сол адамдармен. Ашуын оларын келдірсем, болды және бәле болады. Неше түрлі маған жаңағыдай бір қиямет жасап жібереді, неше түрлі зиян тигізіп жібереді. Сонда деген енді адам пенде болса біреуін ашуландыру мүмкін, ашуын тигізу мүмкін, байқамай, әдейі емес. Бір нәрсе адам, бірақ сол адам сол жаңағыдай момент ұстап, не дейді жаңағыдай, сені неше түрлі әрекет жасап, жаңағыдай аман сезбей қалам дейді. Содан артынан айтады, фалиштиғалу бихаулай хумқун кабир. Осындай сияқты пенделермен айналысып, бұлардың артынан жүріп, сондай араласам деп, бұл үлкен ақымақтық. Адам үшін үлкен ақымақтық нәрсе. Сондай адамдармен араласу дейді. Және ең соңында Абу Зар радиаллаху анху айтқан сөзі келеді, сонымен насихат етеді. Айтқан екен, адамдар дейді, бір кезде жапырақ сияқты болды, тікенегі жоқ. Ал қазір дейді, тікенек бәрі дейді, жапырағы жоқ, тікенек сияқты болды. Араласаң, тікенек сияқты саған ауырып жүреді, тесіп жүреді.